армысыздарма? Ал енді бүгінгі қадір түні ата жолдықтардікі. Бұл Құдайдың бүгінгі түсірген бүгінгі күн, негізі қадір түн бүгін. Енді ата жолдықтардың қадір түн өткізіп жатқандарын көріңіздер. Бүгінгі түн 27-сі мен 28-ге қараған түн. Не? Армысыздарма? Бүгінгі 27-сі 28-ге түн қараған түн. Негізгі қадір түн бүгін. Ал енді бүткіл әлем, бүткіл халық осыны тыңдап отыр. Мынау ата жолының аналары мен ақсақалдары міне өстіп қазақ жаратылыстан ақ жаңғылым білген да. Сонда енді мына масқапшылар, имандар, ғалыммын деп жүргендер, дін танушымыз деп жүргендер неге сонда Құранның аятында өздері қарсы шығып жүр? Неге Құранның аяттарын, пайғамбарымыздың сүннетін біз орындап жүрміз деп айтады? Неге соны өздері орындамай жүр? Өздері айтып, өздері неге орындамайды? Бұны сонда қалай түсінеміз? Бүткіл әлем, бүткіл халық тыңдап отыр ғой енді осыны. Ал енді пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен екен міне. Алла елшісі бізге дәрет алып мәсі киген кезімізде, егер жолаушы болсақ, 3 күн күні тұрған болсақ, 1 күн бойы мәсік тартуымызды, және мейлі кіші мейлі үлкен дәрет үшін оны шешуді қажет жоқ екендігін тек жүніп болған кезінде ғана шешуімізді әмір еткен. Сауан ибн Асаннан. Ал енді пайғамбарымыз сәлдесі мен мәсілеріне мәсік тартқанын көрдім. 205-ші өсиет. Бірінші оң аяқтан киіп, содан шешу үшін біреуін кебіс киген, оңнан бастап шешкенін сол аяқтан бастағанын деген. 1900 өсиет. Ал енді осындай пайғамбарымыздың жай өсиет қана мынаны бүйтіп айтып кетпеген, осын әмір еткен. Әмір етіп, осындан немаңдар, осыны бұзбаңдар деген да. Сонда пайғамбарымыздағы айтқан екен да, мен сендерге 2 нәрсе қалдырып барсым деген екен. Соны мықты тұтаңдар, мықты тұтыңдар деген екен. Ешқашан адаспайсыңдар деген екен. Біріншісі деген Алланың сөзі Құран кітап деген екен. Екіншісі менің сүндеттерім деген екен да. Ал енді осыны бүткіл әлем тыңдап, әлем көріп отыр ғой енді. Сонда неге сонда Құранда тұрған сондай біз сендерге тақуалық киім түсірдік деп жалаңбас, жалаң аяқ жүрсіздер? Неге онда пайғамбарымыздың сүндеттерін бәрін мынанда айтып кеткен сүндеттерін пайғамбарымыз әмір етіп кеткен? Бұл Алланың әмірі деп өзі киінген, сөйтіп. Өзінің аяғында пайғамбарымыздың мәсі болған, өзінің үстінде чапан болған, өмір бойы шешпей сөйтіп өлгенде ғана шешесін деп сөйтіп әмір еткен да. Ал енді соған неге қарсы келіп жүрсіздер? Ал енді неде масқаптың әзір неғанын түсіреміз, көріңіздер. Масқаптардың қадір түнін, имандардың қадір түнін көріңіздер енді. Екеуін салыстырыңыздар да. Міне. Қадір түнінде жүрген бұлар. Бірақ жалаңбас, жалаң аяқ жүрді. Сонда жаңағындай пайғамбарымыздың айтып кеткен өсиеттерінде Құдайды Алла тағаланың түсірген аяттарына неге бұлар сізге қарсы келіп жүр да? Сонда жастарды неге алдап отыр бұлар? Жастарды неге жынға байлап беріп отыр да сонда? Сонда бұны қалай түсінуге болады? Халық ал енді Шәкәрім атамыз мен Абай атамыз айтып кеткен екен, бұл кісілер енді әулие өткен нелер адамдар, бұлар жан ғылымын, бүткіл Құранның тәпсірін өлеңнің астына сыйдырып кеткен да, сөйтіп жазып кеткен. Сонда Шәкәрім атамыздың айтқан екен, қиянатың бар болса деген, қиянатшыл болсаң деген, сенің ұстаған оразаң да, өстіп қадір түнін күткенің де, барған Меккеге қажылығың да деген, Құдайдың алдында деген, сен дұғаң да деген қабыл болмайды деген екен де. Сонда сен қиянатың болса деген екен. Сонда қиянат деп қалай? Сонда жаңағыда пайғамбарымыздың айтып кеткен сүндетін Құранда тұрған ең бірінші тақуалық киім деп киімді түсірген адам баласына
Алла тағала әмір бұйырған осы киімді, бас пен аяқты жабуды. Сонда әмірге қарсы келіп мынаны айтып жүрсіздер да. Сонда Шәкәрім атамыз соны айтып кеткен екен да, жаңғылын айтып кеткен екен. Ал енді сонда пайғамбарымыз да жаңағыдай өсиеттерін айтып кеткен екен да, мына екі иықты ашық киіммен деген, жалғыз киіммен деген намаз оқымаңдар деген екен да. Дағы пайғамбарыма айтқан екен, маған деген зәрлеңді сүйретіп деген кемеңден екен алдыма деген екен да. Ал енді соның бәрін әзір тәпсірлеп айтып береміз. Енді бұны бүкіл халық өздеріңіз неғыңыздар. Ары қарай кімдікі бұрыс, кімдікі не, өздеріңіз неғыңыздар. Неге сондай аяттарға қарсы шығып жатыр да бұлар? Сонда мына тарауық намазының өзінде мешітте оқуға болмайды өйтіп. Тарауық намазының өзінде әркім жеке өз адам өзі 20 рекат тарауық намазын оқиды. Бірінші құтпа намазын 4 рекат парызын оқиды. Өнен кейін барып тарауық намазын бастайды. Тарауық намазының әр 4 рекат сайын құнт дұғасын оқиды. Өнен кейін барып үтір намазын оқиды. Оқыса да оқымаса да адамның өз еркінде. Сөйтіп Құдай әмір еткен неге бұлар мешітке жиналып өлең қылып жын шайтанға айландырып жатыр бүкіл мешітте. Сонда пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен екен, менің ең кейінгі үмметімде деген екен, мешіттің ішінің бәрінде де мұсылман болады деген екен. Бірақ ішінде бір тал мүміндік болмайды деген екен. Мүмін таппайсың деген екен да. Сөйтіп мешітте жын шайтанға айландыратын, қара жынға айландыратын пайғамбарымыз сол кезде айтып кеткен екен да. Ал міне көріңіздер енді соның бәрін. Міне жалаң бас, жалаң аяқ мешіт толы да. Ал енді халық қазақ жаңғылын білген ғой сонда. Бұл қалай сонда бұна? Бүкіл жастарымызды қайқа апардық сонда? Бүкіл жастарымызды неге бұндай не болдық? Жастарға намаз оқытылмайды. Жастарға одан да жұмыс істесін. Егін егіп, мал өсірсін. Ең дінде адамның өзінде, жәннәтте өзінде, тозақта өзінде халқым. Қазақ өз жаңғылын білген. 40-қа келмей намаз оқуға болмайды. Ал енді не айтасыздар бұған енді? Сонда жаңағыдай пайғамбарымыздың айтып кеткен жаңағыдай өсиеттер, Құранда тұрған жаңағыдай басынан аяғына дейін тұрған әруақты, басынан аяғына Құранда әруақ деп жазылған. Басынан аяғына жазылған. Жын сүресінен неге бұлар қашып жатыр да, ақтынан алға шатты. Жын сүресі не жазылып тұр анық. Жын адамның өзінде болады. Жынды мен адамдарды өзіме құлшылық үшін жараттым деген Алла тағала. Жын мен адамға сендер көбейіңдер деген. Сонда жындың да адам да өзінде. Сонда 8 түрлік жындық қуат болады, 8 түрлік малдық қуат болады. Соның бәрі адамның өзінде. Сол адам соның бәрін өзіп, мына өмірді Алла тағала адамның екі қолында өзінің тағдырын Алла тағала беріп қойған. Жәннатта, тозақта сен өзің жасайсың. Жәннатқа бару да, тозаққа бару да сен өзіңсің. Бұл өз өмірді жәннат мен тозақ болған Алла тағала. Алланың не деген сонда шексіз Алла. Сондай мейіріммен Алла тағала. Сонда Абай атамыз айтқан махаббатпен жаратқан бүкіл адамзатты деген. Сонда махаббатпен жаратқан ғой. Сонда неге сонда жастарды неге алдап осыздар? Енді бұның бүкіл әлем көріп отыр ғой. Бірақ жаңылмайтын тұяқ болмайды. Бәріміз жаңылып келгенбіз. Халқым, бәріміз жаңылғанбыз. Бізде мына ата жолға келсе топ етіп сөз саған жоқпын. Мен өз басымда айтып отырмын. Мен де сөйтіп жалаң аяқ намаз оққам. Мен де сөйтіп Құдай мен қаулылады-ау деп сөйтіп жалаң аяқ мешітте басып, жалаң аяқ кештім ғой. Ал енді халық өздеріңіз ойлаңыздар енді. Ал енді халқым ата жолының қадірін жаңа мешітте отырып жалаң аяқ мен ата жолының қадір түнін күтіп жатқанын көріңіздер міне. Ал сонда қалай халық? Сонда қазақ адасып па сонда? Сонда қазақ жаңғылын білген ғой.
жаратылыс не деген сонда көрсеңіздерші ана аналарымызды көрсеңіздерші ана аналарымызға бас киіммен аяғындағы жауды алла тағала әмір еткен ғой яғни не деген сонда жаратылыс ана сонда ана арабтардың өздерінде де киім болған арабтардың өздерінде де сонда өзінің ұлттық киімі болған яғни арабтардың өздерінде мына аяғында мәссі болған сонда бұл қалай сонда арабтың өзі ана тілінен ажырап қалған да арабтың өзі діннен ажырап қалған ал енді сонда бұл қалай ал енді әзір мына Визари дейді ғой соны оқиық енді сонда бәрі жазылған сонда арабта сонда киім болған екен да сонда пайғамбарымыздың өзі де жаңағындай толық киіммен өмірден өткен екен да сөйтіп аманат қылып тапсырып кеткен екен да сонда біз неге аманатқа қиянат жасап жүрміз халық сонда енді азбай тозбай мына бүкіл әлемнің азып тозып жатқаны содан ғой сонда мына әруақ қазақ бір ақ ауыз сөзбен айтып кеткен екен да әруақ риза болмай тірі баймайды деген екен да ал енді біз неде құрбан шалып аттық та құрбан шалып жатыр бүкіл халық соны бастанда қайғы қасіреттен содан не жатыр да өзінің ата бабасының әруағына жалғанып соны түс аяңға жалғанып небір құдайдың хикметін көріп жатыр құран қатымның құдіретін көріп жатыр халқым өзі айтсын соның бәрін енді мынандай жабырасып балалар енді халық ақыл айтып жүр да енді ол болмайды ол дұрыс емес сол кезде Ибн Аббастың ақылдылығы соншама деп айтады алла тағалаға ең сүйікті нәрсе жұп пен тақтың арасындағы жұпсан мен тақсанның арасында алла тағала қайсысын жақсы көреді сонда біздің ата бабамыз айтып кеткен екен қандай ұлт деген екен өзінің тарихына жалғанбаса деген өз тарих деген өз әруағына жалғанбаса деген екен ол ұлт деген құрып кетеді деген екен да тілінен де діннен де айырылады деген екен да сонда алла тағала жәннатты да тозақты да адам баласының өзіне беріп қойған сонда жәннат та тозақ та алла тағала адамның өзінде алла тағала сөйтіп беріп қойған екен да сонда дін де адамның өзінде да ал сонда мына жастарымыз әзір еңбек істеп маңлай терін жер анаға төгіп өзінің тарихына жалғану керек іздену керек та ғылым тауып шығу керек сонда мына құранда тұрған жын мен адамдарды өзіме құлшылық үшін жараттым деген алла тағала жын мен адамдар сендер көбейіңдер деген ғой сонда міне құранда тұрған сондай жын сүресін құранның басын аяғынан тұрған әруақ дегенді ұғымдардың бәрін тәпсірлер діншілер алып тастаған да жөндеп тәпсірлемеген де міне соның бәрін ал енді соның кесірінен міне бүкіл жастарымыз көшеге шығып бүкіл халыққа ақыл айтып кетті да бұл жастарымыздың бәрін біз қара жынға байлап бердік енді бұлар ауырады бұларды енді жын соғады да мешіттің өзінде адам тұрмайды жынның қара жынға айландырды да бүйтіп жас балаларға уағыз айтқызуға болмайды бұл жерде қара жынға қуат қосады да солар қара жынды көбейтеді міне ал енді сол жалаң аяқ жалаң бас сөйтіп жүр да енді адаспайтын пенде болмайды мен де өзім сөйтіп адасып келгем енді сөйтіп өзім мешітте жүріп қара жындарды көбейткен екем сөйтіп тәубеме келіп міне ата жолына құдай мені өз ата жолына алып келді міне басымды тасқа тұрып тауға тұрып келдім міне өстіп іздеп жатқан жастарымыз өте көп бұлар ертең бүкіл әлемді бағындыратын бүкіл әлемге бүкіл жан ғылымын үйрететін осы қазақтың жастар жігіттері масқаптан шығады міне осылар тариқаттан шығады міне осылар тәуле жаматтан шығады өйткені адамның жаны жәннатты іздеп кетеді екен да алланың жаны алланың мейірім махаббатын іздеп кетеді екен сонда абай атамыз махаббатпен жаратқан бүкіл адамзатты деп айтқан екен да сонда бұл жастарымыздың өзі жаңа алланың махаббатын мейірімін іздеп жүр да
өстіп жалаң бас жалаң аяқ қылады екен. Сонда пайғамбарымыз өзі айтып кеткен екен да, мен сендерге ялыңдар деген екен да. Сонда сахабалар айтқан екен, о Алланың елшісі, сендерге бізге қандай ялды айтып тұрсыңдар дегенде, бастарыңды қорғаңдар, бастарыңды қорғаңдар деген екен да. Сонда бас пен аяқ бұл тозақтық екен да. Сонда пайғамбарымыз осыны астыртын айтып, ашып айтып кеткен екен да. Сонда Ясауи бабамыз айтып кеткен екен, жалаң бастық деген екен, намазды қабыл деген екен да. Ал енді үйтіп қаражанға жастардың бәрін байлап бермеңіздер. Мына жастар одан да еңбек істеңіздер. Бәрі еңбекпен келеді да. Сонда Абай атамыз бен Шәкәрім атамызды оқыңыздар. Құранды оқытпаңыздар. Құран оқуға болмайды. 40 жасқа дейін Құран оқуға болмайды. Ал енді мына арабтарды айтып жүрсіздер да. Арабтардың өздері ана тілінен айырылып қалған, өздері салт дәстүрінен айырылып қалған. Өйткені арабтың өзінде де аяғында киім болған. Өйткені аналай ыстық құмда ол жалаң аяқ жүру мүмкін емес. Алла тағала сондай әмір берген, киім берген. Бұлар сөйтіп одан да не қылып қалғанда, ертеңгі күні бүкіл арабты барып түзейтін осы Масқаптың жігіттері ол бәрі жаман емес. Сонда арабтың өзінің киімі болғанда, сонда мына несі бар, айтам, соған көшейік одан да. Ал енді жаңада пайғамбарымыздың айтып кеткеніндей де, менің үмбетім деген, мешіттің ішінде деген, мұсылмандар көп тұрады деген, бірақ ішінен бір тал мүмінді таппайсың деген. Ол мүмін деген ең бірінші тақуалық киімді. Сонда мынау қалай енді? Сонда мешіттің өзін жын ойнаққа айландырып жібергенсіздер да. Бұл қалай сонда? Бұны қалай түсінеміз? Атажұрттардың қадір түрін оқыған намаздарын көріп алсыздар да. Мынау не сонда? Мынау мақтан ба? Мақтан мынау сонда. Ал енді халық сонда жәннатты да тозақты да Алла тағала өз қолына беріп қойған. Үйтіп жастардың бәрін уламаңыздар. Ол болмайды, ол дұрыс болмайды. Ертең соған жауап бересіздер да. Одан да жастардың бәрін еркіне жіберіңіздер. Ауыл-ауылға кетсін, мал бақсын, егін салсын да. Маңлай терін жер анаға төксін да. Анаңа қызмет істе деген. Ата-аналарыңа қызмет істе дегенде, ол ата-аналасы ең бірінші әруақ. Сонда қазақ бір ақ ауыз сөзбен айтып кеткен, әруақ риза болмай тірі баймайды деген. Бір ақ ауыз сөзбен айтып сөз астарына тығып кеткен де. Ал енді осыны үйтпеңіздер, бұл ұят нәрсе болады. Алланың алдында жауап бересіздер бәрібір. Енді мына сыртқы киім туралы айтайық. Мына изарларыңды дейді. Изарлар деген бар екен да. Ендігі изардың дейді, тобықтан төмен түскен тозақтық деген. Тәкаппарланып изарларыңды сүйретіп, кісі Алла тағаланың қиямет күніне қарамайды деген. Алла тағала қарамайды екен. Жалпы ұзын киюді емес, тек тәкаппарлану мақсатында ғана ұзын етіп киюдің күнә екенін нақты түсіндірген 119 бет. Изәріл дейді. Изәріл деп мына арабтың киімін киіп жүр да, ұзын қатынның көйлегі сияқты киіп алып жүр да. Сонда осының өзі арабтардың жаңылған киімін айтылған. Ол сонда арабтың өзінің ішкен сондай киімдері болған екен да. Сыртынан мынандай чапан киген екен да. Сонда изәріл деген өздеп діншілдер, дін танушымыз дегендер жөндеп тәпсірлемеген екен да. Алды. Менің алдыма киімдеріңді деген екен, изәрларыңды сүйретіп келмеңдер деген екен. Пайғамбарымыздың өсиеті өстіп тұрып айтқан екен. Ал енді осындай тәпсірлерді жөндеп түсіндірмеген мына діншілдерімізді. Изәрілдің не екенін де жөндеп түсіндірмеген ғой бұл кісілер. Сонда қалай бұл?
пайғамбарымыз зәр тобықтан төмен бөлігі тозақ деп шапанды тобықтан төмен түсіруге болмайтынын және аяқты міндетті түрде жабық болатынын айтқан екен. Сонда мына қазақ не деген сонда жаңғылын білген, сонда мына қазақ мына шапанның киюдің өзінде үлкен мән бар екен де міне. Сонда еркек адамның мына несінде балтырында қаралық бол екен да, ол сол қаралық тозақтық екен да, ол тозақтың белгісі екен. Міне сонда не деген сонда мына шапанның өзі тобыққа түсіп тұрмау керек екен да. Ата жолының шапанын көрдіңіздер, еркектердің кигенін сөйтіп киген екен да. Ал енді жастар осының бәрін ізденіңіздер. Міне сонда пайғамбарымыз өсіп айтып кеткен екен, зәрлеріңді сүйретіп маған менің алдыма келмеңдер деген екен да. Сонда зәр деген жаңағындай сөзді жөндеп тәпсірлемегенде ешбір жалғыз киімді екі иығыр бар ашық халде намаз оқымаңдар деген екен. Ал сонда сіздер қалай анықтап тұрған Алла Тағаланың осындай пайғамбарымыздың осындай өсиеттерін неге жоққа шығарып жүрсіздер? Сонда неге жалаң аяқ жалаң бас чортикпен екі жең жоқ жейдемен неге намаз оқып жүрсіздер? Сонда пайғамбарымыз болмайды деп өсиет деп айтып кеткен екен ғой. Бұл өсиеттің арабтардың ұлттық киімі зәр ішінен екі іш киім сияқты жалғыз, яғни ашық көйлекті дамбалдың яғни болатынын білген. Міне сонда арабтардың өзінде сонда ішінен киетін іш киім екен да ол. Сонда іш киімді бұлар мақтан қып сырт киім киіп жүрген де, сонда қатынның киім киған деп. Сонда бұл қалай сонда? Мысалға әрқайсына жәннат аяқ киімнің бауы да жақын, тозақ та дәл солай. Зәл тобықтың төмен бөлігі тозақтық 1891 аят деп ескеткен астарлы араб халқының бауы бар шәйки аяқ киімі болғанын анық дейді. Сонда арабтың да шәлкей болған екен да. Сонда бұрынғы надандық дәуірінің өзінде сонда арабтың өзі осында қазақ сияқты тол қыстық күнде сол киім киген екен да. Сонда пайғамбарымыздың өстіп киген екен. Сонда неге бұны жоққа шығарып жүр да? Сендер қиямет кезінде жалаң аяқ, жалаңаш, сүндеттелмеген халде жиналасыңдар. 2229 аят. Міне не деген сонда мынау? Расында қиямет күні тозақтылардың ең жеңіл азабына түседі дейді. Сонда неге сонда осындай аяттарға қарсы келіп жүрсіздер де? Расында қиямет күні тозақтылардың ең жеңіл азапты табандарыңның астынан екі шоқ қоямыз деген екен. Одан әлгі кісінің миы қазан мен қазанда құмда тұрғандай қайнайды деген екен. 236 аятта жалаңаш жүру басты аяқты жаппаудан мидың жұмысы ойлау қабілетінің жоғалуымен қазіргі таңдағы мына имандарымыз, ғылымдарымыз, дін танымшыларымыз дегендер неге өздері өстіп жалаң бас, жалаң аяқ пайғамбарымыздың өсиеттерін, құрандардың айтып кеткен аяттарын неге тәпсірлеп, неге өйтіп айтып жүр? Сіздерге сұрақ. Енді мына Әбу Ханифа масқабын ұстап жүрміз дейді да, сонда бұл кісінің ұстап жүргеннің өзінде де 20 жыл болып ұстазының жанында жүрген, ұстазына неге үйренбеген де? Сонда Ханифа кісінің өзі де қадіретіміз бірге болдық деген екен. Осы уақытқа ішінде байқағаным жалғыз кезінде де қасында біреу отырғанда да жалаң бас отырғанын және дем алу үшін көсіліп отырғанын көрмедім. Өйткені олар әр сәтте және әр жерде жаратушының құзырында екендіктерін
пердесіз көретін және дәлелсіз сезетін арафи жандар еді. Яғни олар қай жерде болса да ол сендермен бірге, олар намаздарын үнемі оқиды деген аяттың сыры осында дейді. Сонда ханафи кісінің өзі де толық киіммен болған екен да. Сонда ол кісінің өзі мына аяғын ешқашан жалаң аяқ жалаң бас жүрмеген екен да. Сонда неге сонда ханафи бас ұстап жүрміз деп, неге сондай адамдардың айтып кеткен мынандай өсиеттерін неге не маңыздар орындамай жүрсіздер? Түсім намаздарының сыртынан да ол зорлық халінде сақтағандықтан білдіреді дейді. 546 бет. Аятта дейді, аяттардың сырын түсіріп, намаздардың сыртынан да сол ғұзур халін сақтағандықтан білдірген. 546 бет дейді. Ал енді Яссауи бабамыз да тағы айтып кеткен екен да, шопан мен патшаның киімі бірдей болсын деген өсиетті былай қойғанда, Әбу Ханиф мазхабын ұстанып жүргендер неге сіздер жалаңбас жалаң аяқ жүрсіздер? Әбу Ханифа мазхабын ұстаймыз деп жүрсіздер да, өздеріңіз жалаңбас жалаң аяқ жүрсіздер ғой. Сонда сіздердің ұстаздарыңыздар да өстіп толық киіммен өмірден өткен екен ғой. Ал енді аталарымыз молданың айтқан істе, бірақ істеген істеме деп осындай әдеп ғұрпымызды, салтымызды діншілер тарапынан жат қылықтар туралы ескерткен болатын. Міне сонда ата бабамыз ескертіп кеткен екен да. Осылардың үстін бұзатын, бұзылқалық азғыратын білген екен да. Жалпы тән жалпақ түгіл, жұқа киімнің өзі тозақтық болады. Жалпы жұқа киімнің өзі тозақтыққа сөткесін да. Сонда Шәкәрім атамыз да бекер айтып кеткен екен да, сенің қиянатың болса деген, сен намазың да, құлшылығың да, жасап жатқан қажылығың да мұра қажы деп күнде айтып жүрсіздер ғой. Қолыңызда салып жатырған мешіттеріңізде, медресеңізде, оқытқан нелеріңізде ол түк пайдасы жоқ екен да. Бәрібір Алланың алдында жауап беріп, соның азабын тартады екенсің да. Сонда не деген біздің ата бабамыз меңгерген осының бәрі? Әлем жұлдыздарымыз деп жүр ғой, өздерін жұлдыз санап жүр ғой. Бұлардың бастарынан қай қасірет түседі енді? Өйткені жұлдыз деген ол құпия нәрсе, ол Алла Тағаланың, ол адам затының өзінің жұлдызы болады. Сол өз жұлдызына өз жалғану керек та. 11 жұлдыз болады. Сол жұлдызға жалғану керек. Еркек те әйелде. Енді әлемнің жұлдыз атап әйелдерінің тәннің сұлулығының сонымен өздері бақытты санайтын жаңадан қалыптасқан сән тағдыр қандай кетеді. Ал енді Абай атамыз осыны айтқан екен да. Шу дегенде көрініс сұлу артық көпшілік келеді ондай қаншық. Бетім барда бетім кім шырар деп, кім паңдау келеді тынық. Ақыл керек, ес керек, мінез керек, ар ұялы іс қылмас қатын зерек. Ар бар, ақыл бар, ұят бар, ата-ананың қызығынан ғылым қалма. Біреуді көркі бар деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе қыздар нәпсіге ерме. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезді көз жетпейді көңіл бермен. Атамыз бет пішірмен сәннің сұлуғын, әйел ақылы болмайды, керісінше нәпсілік мінездік тексіздер айланады. Ол кездерде әйел тәні жалпыға бірдей көрінбейтін, құпия болса зерттеген ғылым түрі айларını зерттеу керек. Зерттеңіздер. Бұл еркек пен әйелдің арасында неке қатынасы, бұл үлкен тұрған ғылым. Мына жастар, оянып жатқан жастар, осыны тыңдап, осыны өздеріңіз зерттеңіздер. Осыдан зерттеп,
жаңағыдай 8 дүниелерді меңгермей, 10 саусағыңнан өнер таппай, сен Алланың жақсылығына жете алмайсың. Яғни набатты ұрпақты дүниеге әкеле алмайсың. Оның бәрі өтірік та. Сол 10 саусағыңнан өнер табу керек та. Сөйтіп жаңа әйел мен еркектің арасындағы неке қатынасыны, төсек қатынасында ғылымды тауып шығу керек та. Сол ғылымды тапсаң ғана сен набатты ұрпақты дүниеге алып келесің. Тектілікке жалғап кете аласың да. Тек еркек пен әйелдің неке қатынасында тұр. Соны текке біздің ата бабамыз сөйтіп жалғаған. Өйткені Абылай хан бабамыздың өзінде дүниеге әкелудің өзі ең үлкен ғылым да. Сонда біздің бұқау жырау бабамыз, Абылай хан бабамыздың дүниеге әкелуіне себепші болған екен да. Өзінің туған жиен қызын жасырын бір текті күйеуге берген екен да. Сол тектен жасырын түрде Абылай хан бабамыз дүниеге келген екен. Абылай хан бабамыздың өз дүниеге келудің өзі үлкен ғылым бұл. Сонда біздің ата бабамыз сөйтіп тектіге сөйтіп жалғап кеткен. Сөйтіп адал некемен сөйтіп жалғап отырған да. Сонда Абылай хан бабамыздың өзін сондай тектікке жалғау үшін бұқау жырау бабамыз өмір бойы жанында болған екен. Сөйтіп сол кісіні тәрбиелеген, тәрбиелеп келген да. Сөйтіп тектілікке жалғаймын десең, тектілікке алам десең, онда еркек пен әйелдің арасындағы неке қатынасын бірінші табыңыздар да. Бұл үлкен ғылым. Бұны айта береміз, бірақ бұны ашып айта алмайсың. Өйткені қалда бұл бір қалге кіргенде ғана әттеген ай дейсің да. Абай атамыз осының өлеңінде жасап айтып кеткен. Көріңдер деген, мен көргем деген, бірақ сендер көріңдер деген. Еркектің еркегі болсаң деген, соны зерттеп, соны ғылым тауып шық деген да.